Баршаңызға сәлем. Бір реттік жөргектер құпиясы. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып тіркеле кетіңіз. Зерттеудің өзектілігі. Бір реттік жөргектер бұл адамзаттың ең керемет өнертабысы. Памперсті қолдану жас ата-аналардың өмірін жеңілдетіп қана қоймай, баланың денсаулығына жақсы әсер ететініне ешкімде күмән жоқ. Бірақ осы жөргектерді күнделікті пайдаланғанымызбен ол туралы көптеген пікірлер бар. Біреулер оның пайдалы жақтарын атаса, кейбіреулер олардың бала денсаулығына зиянды екендігін айтып дабыл қағуда. Шынымен осы бір реттік жөргектер бала денсаулығына зиян келтіре ме? Неліктен бұл жөргектердің ылғал өтіп кетпейді? Ата-аналар неге оларға сонша құмар? Бір реттік жөргектер бұл супер абсорбентпен толтырылған қабаты бар іш киімнің түрі. Ол көбінесе целлюлозадан жасалады және зәрді сіңіруге және сыртқы киімнің ластануын болдырмауға арналған. Көптеген жағдайларда балалар, ғарышкерлер, монтажшылар, альпинистер, сүңгуірлер, науқастар, ауыр психикалық және неврологиялық аурулары бар науқастар қолданады. Бір реттік жөргектердің пайда болу тарихы. Қазіргі тілімізде бір реттік жөргектерге памперс сөзі бекітілген. Біз білетін алғашқы памперстер Европада 70 жыл бұрын, ал Қазақстанда 30 жыл бұрын қолданыла бастады. Алғашқы памперстер ағылшын тіліндегі памперс, еркелету немесе тәрбиелеу, ұйықтау сөзінен памперс деп аталды. Атау айтып тұрғандай памперстер аналарды еркелетуге және олардың өмірін жеңілдетуге арналған. Содан бері американдықтардың 95%, еуропалықтардың 98% бұл пайдалы өнертабысты бағалайды. Әртүрлі өндірушілердің өнімдерін таңдай алады. Марион Донован памперстердің алғашқы өнертапқышы. Памперстер өткен ғасырдың ортасында пайда болды. Алғаш рет бір реттік жөргек туралы идея әйгілі Боку басылымы директорының орынбасары және көпбалалы ана Марион Донованның басына келді. Оның балалар жаялықтарын үнемі жууға уақыты болмады. Ол жаңа туған нәрестелерге күтім жасау процесіне түзетулер енгізуді ұйғарды. Бір реттік қолданылатын жаялықтардың тарихы 20 ғасырдың 50 жылдарының соңында басталды. Сол кезде Procter & Gamble компаниясына химик технолог ретінде жұмыс істеген американдық Виктор Милс бір реттік жөргектерді ойлап тапты. 1959 жылы жетілдірілген бір реттік жөргектер жаңа топтамасы шығарылды. Бұл идеяны жойып жібере жаздаған пластиктен бас тарту туралы шешімі қабылданып, оның орнына барынша жұмсақ төсемді қолданды. Сондай-ақ Procter & Gamble инженерлері сол кезде пайда болған жапсырмаларды пайдалануды ұсынды. Нәтижесінде бір реттік жөргектердің жаңа нұсқасы сынақтан сәтті өтті және американдық отбасылардың көпшілігі олардың пайдасын мойындады. 1961 жылы памперс атауы ойлап табылды. Бір реттік жөргек құрамы ағып кетпеуді реттейтін екінші қайтарма, жұмсақ тоқыма емес материалдан жасалған гипоаллергенді ішкі қабат, тарату қабаты, жөргектің ішінде гидрофилді қабықпен және целлюлозамен қапталған суперабсорбент қабаты бар. Кепкен целлюлозаның түбіті, жөргектердің төменгі қабаты жұқа пластикалық қабықпен тұрады. Пластиктен кейін хлормен ағартылған целлюлозадан жасалған майлық бар. Ол суперабсорбциялық ұнтақ үшін орауыш ретінде қызмет етеді. Ерекше полимер гидрогель. Гидрогель бұл 10 грамм гидрогельге 2 литрге дейін тазартылған суды немесе 1 грамм препаратқа шамамен 0,11 литр ерітіндіні сіңіру және ісініп ұстап тұратын ерекше қабілеті бар полимер. Гидрогель кристалдары сыртқы түрі мен мөлшері бойынша қантқа ұқсас, пішіні мен мөлшері тұрақты емес, құрғақ затқа су қосқан кезде соңғысы ісінеді. Гидрогель кристалы шамамен 300 есе артады және желе тәрізді масса пайда болады. Ол өздігінен немесе өсімдіктер үшін топыраққа қоспа ретінде қолданылады. Ылғалды ұстап тұру үшін топыраққа қосылады. Гидрогель өсімдіктерді ұстауға арналған орта ретінде, гидрогель өсімдіктерді тасымалдауға арналған құрал. Бір ретті қолданылатын памперстер зиянды ма? Ол туралы бірнеше аңыздарды естіп жүрміз. Бірінші аңыз памперстер әртүрлі бөртпелерін және терінің ауруларын тудыруы мүмкін. Екінші аңыз бір реттік қолданылатын памперстер аллергия тудырады. Үшінші аңыз балалардағы памперстерден қисық аяқтар пайда болады. Төртінші аңыз памперстер ұлдар мен қыздардың бедеулік ауруын туындатуы мүмкін. Бесінші аңыз бір рет қолданылатын памперстердегі баланы гаршокқа үйрету қиынырақ. Қандай жағдайларда памперстер балаларға зиян тигізеді? Әрине жоғарыдағылардың бәрі аңыз.
шындыққа ешқандай жанаспайды. Бір рет қолданылатын памперстер туралы әңгімелер мен аңыздардың көпшілігін осы өнертабыстың қарсыластары ойлап тапқанына қарамастан, памперстер балаға әлі де зиян тигізуі мүмкін. Бұл қандай жағдайда болатынын қарастырайық. Жөргекті уақытылы ауыстырмау. Памперсті толған кезінде өзгерту ұсынылады, бірақ кем дегенде 4 сағаттан кейін. Нашар гигиена. Жөргекті ауыстырған сайын баланы таза ағынды сумен жуып сүртіп, терісін толық құрғату керек. Мүмкін болмаған жағдайда мұны сулы балалар майлығымен сүрту. Памперстің төмен сіңімділігі. Бала неғұрлым жас болса, нәзік тері құрғақ болып қалу үшін жөргекке ылғал соғұрлым тез сіңіп кету керек. Жарамсыз памперс. Жөргектің маркасын таңдау баланың жеке ерекшеліктеріне байланысты анықталады. Егер ол аллергиялық реакция тудырса, немесе параметрлерге сәйкес келмесе, басқа брендті немесе өлшемді қолданған жөн. Бірнеше рет қолдану. Егер нәресте жөргекте аздап суласа да, оны қайтадан киюге болмайды, өйткені ол бактериялардың көзі болуы мүмкін. Жаялықпен ойындар. Памперс толтырылған абсорбент баланың аузына түскен кезде улануды тудыруы мүмкін, сондықтан онымен ойнауға болмайды. Тәжірибелер. Біз тәжірибе жасау арқылы жөргектердің құрамын қарастыра отырып, олардың пайдалы зияндығын анықтадық. Бірінші тәжірибе. Хаггис маркалы бір реттік жөргекті алып, оған 250 мг су құямыз. 3 сағаттан кейін біз оған не болғанын тексереміз. Неліктен 3 сағат және 250 мг? Өндірушілердің берген ақпараты бойынша жөргек дәл осындай көлемге және осындай уақытқа есептелген. Сонымен 3 сағат өтті. Егер біз жөргекті мұқият қарайтын болсақ, оның ісінгенін, жоғарғы қабаты құрғақ екенін, одан ылғал төгілмейтінін байқай аламыз. Неліктен? Бірінші, ішкі қабат баланың терісімен тығыз байланыста болады, сондықтан оның құрамы жұмсақ, жанасуға жағымды және гипоаллергенді болуы керек. Сонымен қатар материал ылғалды тек бір бағытта жақсы өткізу керек. Егер біз оны үлкейтіп көру кезінде мұқият қарастыратын болсақ, онда ол ылғалдың оңай енуіне және сол жерде қалуына мүмкіндік беретін шұңқырдың пішініне ұқсас көптеген тесіктерден тұратынын көреміз. Енді жөргектің негізгі бөлігіне көшейік. Бұл баланың денесін ұзақ уақыт құрғақ ұстауға мүмкіндік береді. Дәл осы жерде ылғал сақталады және гель тәрізді күйде сақталады. Қалады. Жөргектің толу дәрежесі оның экологиялық көрсеткіштер сіңіргіш материалдардың көлеміне, сіңіргіш заттың сапасы мен құрамына байланысты. Қазіргі өндірісте табиғи сіңіргіш заттар, әсіресе балаларға арналған өнімдер жасау үшін жиі қолданылады. Жөргектің ішінде гидрофильді қабықпен және целлулозамен қапталған супер абсорбент қабаты бар. Гидрофильді бұл суды тарту дегенді білдіреді, сондықтан жөргекке түскен барлық сұйықтық орталыққа тікелей абсорбциялық қабатқа жіберіледі. Абсорбент бұл арнайы заттың түйіршіктері, мысалы натрий полиакрилаты немесе гидрогель зәрмен байланысқан кезде түйіршіктер оны өзіне сіңіріп ісінеді. Бір реттік жөргектің құрамын тағы да тәжірибе жасайық. Аз мөлшерде гидрогель кристалдарымен 50 мг су құйыңыз. Дәл осы көлем орта есеппен баланы бір рет киюге жарайды. 5 минуттан кейін біз не істегенімізді тексереміз. Нәтижесінде желе тәрізді қалың масса пайда болды. Ол ылғалды мықты ұстайды және оның қайта енуіне жол бермейді. Үшінші қабат сыртқы киімді немесе төсекті ылғалдан қорғайды. Оның материалы гелий массасын сенімді ұстап тұру үшін тығыз болу керек. Жөргектің бөртпесінің алдын алу үшін тыныс алу әсерінің болуы да маңызды. Әдетте бұл қағазға ұқсайтын өте жұқа пластикалық пленка. Бір реттік бір памперсті шығару үшін 1 стакан мұнай қажет. Екінші тәжірибе жасап көрдік. Бұл тәжірибе бойынша памперс, Хаггис және Мерис памперстері тексерілді. Тексеру нәтижесінде мынадай қорытындыға келдік. Барлық жөргектерде гидрогель бар деген ақпаратқа қарамастан, памперс жөргектерінде де олар болмай шықты. Менің зерттеуімнің нәтижелері бойынша памперстерде гидрогель түйіршіктері қасиеттері жағынан өте ерекшеленеді деп нақты айта аламыз. Қорытынды 1957 жылы бір реті қолданылатын памперстер ойлап табылды. Кез келген маңызды өнертабыстың белгілі бір оң және теріс қасиеттері бар. Сонымен қатар, егер сіз осы өнертабыстарды тиімді қолдана алсаңыз, артықшылықтар саны айтарлықтай көп. Біз көптеген материалдарды ақтара отырып, памперстердің құрылымын танып білдік, оны тәжірибелер арқылы айқындадық. Оларды онымен қолданған жағдайда бала денсаулығына зияны жоқ екендігін білдік. Памперс үйде кез келген зат сияқты кішкентайларға зиян тигізбеу үшін белгілі бір ережелерді қажет етеді. Сондықтан памперстің жақсысын таңдап алып, оны уақытылы ауыстырып отырғанда ешқандай зияндығы жоқ екенін байқауға болады. Ұсыныстар: жөргектердің пайдасы мен зияны туралы кітапшалар жарық көрсе, бір реттік жөргектерді пайдаланғанда әркімнің әңгімесіне сенбей, нақты нұсқаулықты оқу керек және жоғарыда айтылған ережелерді сақтаған кезде олардың ешқандай да зияндығы жоқ, тек пайдалы жағын көруге болатынын байқауға болады. Осымен жобамыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.
алда тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз.